Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін маңызды тақырып. Бүгінгі видеомда мен реніш эмоциясы жайлы, екінші адамды толығымен кешіру жайлы және методика жайлы әңгімелескім келіп отыр. Реніш эмоциясы жайлы айтып өтейік кішкене. Біз ойлаймыз, екінші адамға біз ренжіп қалсақ, онымен сөйлеспей қойсақ, біз сол адамға жамандық жасап жатырмыз, оны қинап жатырмыз деп ойлаймыз. Шын мәнінде біз бұл кезде өзімізді қинап жатырмыз, өзімізге зақым тидіріп жатырмыз екен. Мысалы, ол бірінші сіздің денеңізге, сіздің организміңізге әсерін тигізеді. Мысалы, Луиза Хейдің өзінің кітабында, атақты кітабында әкесіне деген немесе белгілі бір адамды кешіре алмағандықтан Луиза Хейде мысалы рак пайда бола берген деген сияқты. Яғни жаңағы реніш сезімі адамның денесінде рак және тағы басқа неше түрлі ауруларды туғызады екен. Барлық денеміздегі аурулар ол эмоциядан бізге келеді. Екіншісі ол біздің қарым-қатынасымызға әсер етеді басқалармен. Мысалы, айтады ғой, егерде әкеңді кешіре алмай жатсаң, сен мысалы ертең күйеуімен қарым-қатынас дұрыс болмайды. Өйткені, мысалы, сіз әкеңізге деген реніште қалдыңызда, сол күйеуіңізге перенос болып кетеді. Ол ондай болмаса да, сіз автоматты түрде перенос жасайсыз. Тағы бір мысал келтірейін. Мысалы, сізді бір құрбыңыз қатты сатып кетті, сіз ол құрбыңызға қатты ренжіп қалдыңыз, сатып кетті, жүрегіңізге тиіп қалды, сосын сізге 10 жылдап, 15 жылдап сіз ешкімге сене алмайсыз. Өйткені жәнегі ішіңіздегі реніш басқа адамдарға да перенос болып жатыр. Үшіншісі ол сіздің энергияңызды алады. Мысалы, сіз тамақтан, ұйқыдан, спортпен айналысқаннан, тағы басқа жерден, мысалы, коммуникациядан алған эмоцияларыңызды жаңағы адамға деген, жаңағы адамды ойлай берсеңіз, оны жек көргенді жайлы ойласаңыз, барлық эмоцияңыз сол адамға кетіп қалады екен. Байқайсыз ба, сіз бір адамды немесе бір затты көп ойлай берсеңіз, күні бойы, яғни нақ осы шақпен өмір сүрмей ойлай берсеңіз, кешке жақын сізде шаршау пайда болады, өзінен өзі шаршап тұрасыз. Мен, мысалы, бүгін көп жұмыс істемесеңіз, шаршаңқырап тұрасыз. Себебі, нені ойлайсыз, сол жаққа эмоцияңыз кетіп қалады, сол жаққа энергияңыз кетіп қалады екен. Мысалға алатын болсақ, сол керісінше сол энергияны өзіміздің армандарымызға, позитивті нәрсеге жұмсаған дұрыс екен. Сол себепті екінші адамды кешіру біз үшін өте маңызды. Біз басқаларды онымен басқаларға жамандық жасамаймыз, жаңағы ренжіп қалған адамға жамандық жасамаймыз, біз өзімізге тікелей әсерін тигізеді екенбіз. Сол себепті кешіру өте маңызды. Мен сізбен менің өмірімді 180 градусқа өзгерткен философиямен алдымен бөліскім келеді, содан кейін оның қолданысы жайлы айтқым келеді. Мен бұл философияны ойласам, жаңағы адамға деген ренішім бірден бір жаққа ұшып кетеді. Және бұл өте керемет философия, менің өмірімді 180 градусқа өзгертті деп айта аламын. Сол, оның негізі неде? Бізді ренжіткен адамдар, біздің өміріміздегі кездескен адамдар, олар біздің періштелеріміз. Оны қалай түсінеміз? Себебі, мысалы, сізді белгілі адамдар сатып кете береді. Неге? Дәл сізге басқа адамға емес,
неге дәл сізге адамдар келіп сізді сат кете береді? Кейбір адамдарды өйтпейді ғой, неге сізді өйтеді? Себебі өмір сол кісілер арқылы сіздің жаныңызды емдегісі келеді. Сізге қайта-қайта сатқындық ретінде келіп тұрған адамдар сіздің мына жердегі программаңыз дұрыс емес деп сізге көрсетіп тұр. Яғни сіз өзіңізбен жұмыс істеуіңіз керек. Керісінше, сіз оларға ренжудің орнына, сіз оларға рахмет айту керексіз. Яғни сіздің белгілі бір программаңыз дұрыс емес, немесе біреуді кешірген жоқсыз. Программаңызбен жұмыс істеу керексіз, немесе белгілі бір адамды кешірген жоқсыз деген сияқты. Яғни бұл өмірде барлығы бір бүтін. Барлығы бір бүтін. Бізде біздің жауымыз жоқ. Біздің барлығы досымыз. Себебі олардың жандары неге дәл сіздің жаныңызға келді? Өйткені бір-бірін магнит сияқты тартып, екеуі бір-бірін емдеп жатыр. Яғни көрсетіп жатыр. Бұл өмірде барлығы бір бүтін, барлығы гармонияда. Тіпті жапырақта бекер түспейді. Барлығы бұл өмірде бекер емес. Тіпті сіз ақшаңызды да түсіріп жоғалтып алсаңыз да бұл бекер емес. Ұрлап кетсе де біреу бекер емес. Яғни сол ақша арқылы белгілі энергия шығу керек болды. Сіз нәрсені ұрлап алып кеттіңіз деген сияқты. Бұл өмірде барлығы бекер емес. Өміріңіздегі келген әрбір адам сіздің періштеңіз. Сіздің жаныңызды емдегісі келеді. Сіздің программаңызды көрсеткісі келеді екен, Сізге бір мысал келтірейін өмірімнен. Университет кезінде бірінші курста бакалавриатта оқып жүргенде, мен қаншама оқысам да, сабағымды күштілеп оқып келсем да, және маған төмен балл қоя беретін, өзімнің, мен білем ғой, қанша балға дайындалып келгенімді төмен қоя беретін. Сонымен қоса маған тескілей беретін. Болады ғой кейбір студенттерге бүйт деп, маған ұнамайтын бұл нәрселер. Бір мұғалім емес, бірнеше мұғалім, қайта-қайта неге маған ғана тисе береді деп түсінбейтін. Басқаларға қанша нәрсе жасаса да, оларды жақсы көріп, оларға күліп қарайтында, ал маған тисе береді, мен түсінбейтін. Сосын мен университеттен шығып оларға ренжитінмін. Неге маған сөйтеді деп. Мен ренжідім ғой, себебі олар мені ренжітті. Сосын біраз уақыт өткеннен кейін мен өзіммен жұмыс істей бастадым. Психологияға тап болып жұмыс істей бастадым. Ішкі установкалармен, аффирмация айта бастадым. Өзімді жақсы көре бастадым. Ішімде өзгеріс пайда бола бастады. Сонда байқағаным, қанша сабақты былай оқи салатын, жай ғана айта салам, қойшы деп, бәрібір жоғары баға қоймайды ғой деп. Содан кейін сөйтіп барсам, маған жоғары балл қояды. Сосын мені ұстаздар жақсы көріп кетті. Біреу емес, бірнеше ұстаздар жақсы көріп кетті. Мен өмірімде, мысалы, мен поклонниктарым да көбейе бастады. Сол кезде мен өзімнің алғашқы букетімді алған болатынмын деген сияқты. Екінші курста үлкен букет болатын деген сияқты. Мұғалімге қайта оралайық. Бұл жерде мен мұғалімдерге ренжімеуім керек болатын. Оларға мен керісінше рахмет айтуым керек. Себебі олар арқылы мен олардың маған деген қарым-қатынасы менің өзіме деген философияны енді өмірімізге қалай қолданамыз. Мысалы, кішкене үлкен реніш емес, кішкене бір адам сізді ренжітіп тастайды ғой. Айталық, сізге жақын емес адам. Себебі жақын адамыңыз болса, оған ол ренішіңізді, сізге ол нәрсе ұнамағанын айтқан дұрыс. Өйткені араңызда ол қалып қалады, ертең сіздің алдағы қарым-қатынасыңызға әсерін туғызады. Бірақ та
кей кездер болады, белгілі себептермен сіз өзіңіздің ренішіңізді айта алмайсыз. Ол өткен шақта болды. Немесе бір танымай алыс адамға деген ренішіңіз. Сіз белгілі себептермен ол адамға ренішіңізді айта алмаған кезде осы методиканы қолданған дұрыс. Ең алдымен не істеу керек? Әрине, бізге қалам керек және дәптер керек, немесе бет қағаз. Ең бірінші сіз мына сұраққа жауап беріңіз. Қандай ситуация болды? Сол кезде қандай ситуация болды? Екіншісі, мен не сезіндім? Үшіншісі, жәнегі философияны жазасыз, мысалы, сен менің періштемсің, саған рахмет, менде осындай программа бар екен, көрсеттің, деген сияқты. Оны жек көрудің орнына рахметті жазасыз. Мысал келтірейік. Біріншісі, айттым, сіз ситуацияны толықтай сипаттап жазасыз, ашып сипаттап, не болды, эмоция керек болса эмоциямен. Екіншісі, мен не сезіндім деген жерге барлық эмоцияны шығарып жазыңыз. Боқтағыңыз келсе боқтаңыз, айғалағыңыз келсе айғалаңыз, барлығын толығымен жазып шығыңыз. Және үшіншіге жәнегі оған реніш емес, оған рахмет айтып мысал келтірейік. Мысалы, сіз құрбыңызға ренжіп жүресіз, сол кезінде сізді сатып кетті. Ең бірінші жазасыз, не болды? Кезінде сен мені сатып кеттің, осылай болды, нақтырақ ашып жазыңыз. Ол күзде болатын. Екінші, мен не сезіндім? Мен өзім сол кезде реніш сезіндім. Мен сені жек көрем, сен өте жаман қызсың, маған өте ауыр болды, білесің бе, мен қалай жыладым. Барлық эмоцияңызды, ішіңізде не сезіндіңіз, соны жазыңыз. Үшінші пункті, сіз жәнегі эмоцияңыз толығына шығып болады ғой, сіз негатив кетті дегенде бастаңыз. Негатив болып тұрып, жәнегі үшінші пункті жазсаңыз, дұрыс болмайды. Консервілеп тастайды ғой негативті, сол сияқты болып қалады. Сол үшін екінші пункт, бірінші пунктті толығымен жазыңыз. Эмоцияңыз шыққанша, негатив бітті дегенше, үшінші пунктті бастамаңыз. Содан кейін, үшінші пунктта сіз жазасыз. Жеңіле қалғаннан кейін, құрбым, саған рахмет. Сен менің періштемсің. Себебі, сен арқылы мен өзімен өзім жұмыс істеу керек екенімді білдім. Мені сен ғана емес, талай адамдар да осылай сатып кетті. Сен маған дұрыс жол көрсетушісің деп өзіңіздің хатыңызды аяқтасаңыз болады. Сол. Егер де кей кезде жеңіл ситуацияларда жәнегі айтып кеткендей хат керек емес. Жай ғана сол философияны есіңізге алсаңыз, сіз автоматты түрде кешіріп кетесіз. Менде жиі болып тұрады солай. Сау саламат болыңыздар, ешкімге реніш ұстамаңыздар. Бақытты болайық. Егер де менің видеом ұнаса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, каналыма жазылып отырыңыздар.